One Piece әлемінде ең қорқынышты нәрсе йонкалар емес, тіпті ежелгі қарулар да емес. Ең қорқыныштысы үкіметтің адамдардан жасырып отырған шындығы. Себебі бұл құпиялар ашылса, бүкіл әлем өзгеруі мүмкін. Void Century деген не? One Piece әлемінде Void Century деген кезең бар. Бұл 100 жылдық жоғалып кеткен тарих. Ең қорқыныштысы бұл уақыт туралы ақпаратты зерттеуге тыйым салынған. Тіпті бұл тарихты оқуға тырысқан адамдар жойылып кеткен. Демек, үкімет бір нәрседен қатты қорқады. Ахара қырғыны. Бұл қорқыныштың ең үлкені дәлелі Ахара. Ахара аралындағы ғалымдар Void Century туралы шындықты іздеді. Бірақ олар әлемді жаулап алғысы келген жоқ, бірақ тек шындықты білгісі келді. Соған қарамастан әлем үкіметі аралды жойды. Мыңдаған адам өлді, тек бір қыз ғана тірі қалды. Ол Нико Робин. Бұл бізге бір нәрсені көрсетеді. Шындықтың өзі үкімет үшін қауіпті. Пеноглифтер. Void Century туралы ақпарат пеноглиф тастарында жазылған. Бұл тастарды оқу өте қиын. Робин оларды оқи алатын сирек адамдардың бірі. Сол себепті үкімет одан бала кезінен қорықты. Пеноглифтерде ежелгі тарих, қарулар, Joy-Boy туралы ақпараттар бар. Joy-Boy деген кім? Joy-Boy One Piece-тағы ең жұмбақ тұлғалардың бірі. Ол жай қарапайым адам болмаған. Көп теория бойынша ол бұрын әлемді өзгертуге тырысқан. Тіпті кейбір фанаттар оны Луффидің рухани мұрагері деп санайды. Joy-Boy аты шыққанда әлем үкіметінің қорқуы бекер емес. Иму-сама шындығы. One Piece әлемінде бәрі гарасейлерді басқарады деп ойлайды, бірақ шын мәнінде олардың үстінде тағы бір адам бар. Ол Иму-сама. Ең қорқыныштысы, әлем оның бар екенін де білмейді. Иму көлеңкеде отырып, бүкіл әлемді басқарып отыр. Тіпті кейбір аралдардың жойылуына оның қатысы болуы мүмкін. One Piece-тағы ең қызықты, ең үлкен құпиялардың бірі бұл Ди кланы. Роджер, Луфи, Тич, Рокс сынды көптеген мықты адамдар бәрінің аттарында Ди әріпі бар. Бұл әріп не мағынаны білдіреді, әлі белгісіз. Үкімет Ди адамдарынан қорқады, себебі олар тарихты өзгерте алатын адамдар болуы мүмкін. Соған байланысты One Piece қазынасын көп адамдар алтын мен байлық деп ойлайды. Бірақ Роджер күлген. Демек бұл жай ақша емес. Мүмкін One Piece бүкіл әлемді өзгертетін шындық шығар. Сондықтан үкімет оның табылғанын қаламайтын болар. Сондықтан оны көрсеткісі келмеуі де мүмкін. Сол үшін барлық тарихты, барлық құпияларды сақтау үшін бар күшін салуда үкімет. Видеомыздың соңына да келіп жеттік. One Piece-тағы ең қауіпті күш хакиде емес, йонкаларда емес, бұл шындық. Void Century, Joy-Boy, Иму, Ди кланы бәрі бір-бірімен байланысты болуы мүмкін. Ал ең қызығы, біз әлі толық шындықты білмейміз. Ал сен қалай ойлайсың? Иму-сама деген кім? One Piece шын мәнінде не?
пікірге өз ойыңды жаза кет. Қазақша контентті қолда. YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа. Ендеше қош сау болыңыздар.